дәл қазір Мариям шақырамыз. Мариям, келіңіз. Жақсы, өздеріңіз. Бұрынғы жігітіңіздің туған күнін өзіңіз бастан аяқ жүгіріп жүріп, басы-қасында жүріпсіз өзіңіз. Алдыңғы жылы менің туған күнімде де ол жүгірген болатын. 12-ден кейін құттықтап та келіп, келесі күн туған күнім соңына дейін болғаннан кейін менде де сыйластық ретінде. Жоқ, енді мен де түсіндім ки одан бері араларыңызда түрлі дүние болды, иә. Жаңағы таныстық басталды ортада. Екіге қоштастыңыздар. Жобада отырғаныңыз біз үшін түсініксіз жайып болып тұр. Бір-бірімізге деген сезім деген уже жоқ. Таныстық тоқтатқан болатынбыз. Бірақ жерден көрісіп қалдық. Бірімізден кешірім сұрап, дос ретінде араласып қалған болатынбыз. Дос ретінде ғана араласамыз. Қарым-қатынастан кейін жаңағы достасып кететін жандар болады. Меніміз ғой торт ұстап ең басты жан болып тұру деген өміріндегі дәл қазір маңызды орны бар. Жан дегенді білдіретін сияқты. Саддәулет ағасы бар. Соған тапсырып кете берсеңіз деп айтқаны бойынша негізі мен ұйымдастырып берген болатын. Тренировкадамын, қолым босамайды, соткым өшіп тұрады. Уақыт жақындап қалып жатқаннан кейін ешкім мына араласатындар жүгіріп. Сол туған күн бойы Нұрсұлтанның жанынан шықпады дейді Мариям. Бар екен, көріп алайықшы қазір. Құрметті көрермендер, бірге тамақтанып отырсыздар. Туған күн басталмай жатып, біз адам список дайындап жатқан, рекламамды түсіріп отқан кезде қасымда просто отырған едім. Отырған жоқпын оның қасында. Енді бұған ұқсас суреттер өте көп. Бірге отырған, бірге тұрған деген сияқты сәттер көп. Тіпті үміткеріңіз жоқ, бірақ үміткеріңіз болса мүлдем түсінбес еді. Алишер? Неғып өйтіп өтірік айтып отырсың, түсінбеймін. Енді жобаның шартын бұздым деген бір дүние бір сезілмеді ғой сағаншы. Одан кейін туған күнге барып отырсың. Қыздардан ешкім барған жоқ, Мариям ғана барған. Жаңағы Нони Мариямға қарап, жаным деп еркелетіп жатқанды ойламаймын енді, бұл жай бір сыйластық деп деген сияқты. Осылай дүниелерің болатын болса, Мариям лучше жобадан шығып, сыртта істеп жүрген дұрыс болады неге? Мен звондаған бар Марикоға, мен қатты шаруалармен үлгере алмай жатырмын. Ойлаймын, Марикода бір таңдау болды ғой, типа ел не дейді деген сияқты. Бірақ енді Марико шынымен де адамгершілікке салып тұр. Ерекше бір көзқарастар байқадым енді, інім жақтан да, енді бұл қарындасым. Взаимный флирт дейді ғой. Сондай бір не кәдімгідей інімді де танимын, бұл қызды да танимын ғой жақсы. Жастар бар, ойлары, сезімдер әлі өшпеген сияқты дейді. Ештеңе болған жоқ. Көзқарас дегенде білмеймін, ол көзқарасты әшейін деп қана қабылдаймын. Туған күннің шырқын бұзылмауын қадағалап сөйтіп до конца уайымдап жүрген мен Марикоды көрдім. Екеуіңнің бір-бірлеріңе қараған көздерің, кәдімгідей үнсіз сөйлескендері бір нәрсені значит етеді. Баласахан, мен ойымша. Жүрегімнен орын алған адамның бірі болған енді адам ғой енді ол да. Ол сәл алаңғасарлығы бар екенін білемін да. И содан кейін бір настроение түспесінші енді қасында енді өзінің әпкесі ешқайсысы болған жоқ қой. Бір тырысқаным болған шығар, бүйтіп особо қатты деп айта алмаймын оны. Конечно, ол адаммен бір жарым жылда жүрдім. Мен оның көзқарасынан жалпы не айтып жатқанын мен түсінемін. Кішкене сезіне алмай отырсың ғой деймін. Ол сен онымен жұп болуға дейін бардың, ата-анаңмен таныстыруға дейін бардың. Ата-анаң тарапынан жан деген сөз шыққан жоқ. Махаббат ретінде қабылдаған жоқ ма ол нәрсе? Балауса, енді любой адам арасында сыйластық қалған дұрыс қой, өйтіп араздасып, сыртта мүмкін екеуі былай дос ретінде сөйлесетін шығар деген сияқты. Дос деген нотада қалса, ол екеуінің қосылып кету ықтималдылығы көп. Жерде отырған барлық қыздың бұрында жүріп өткен жігіттер бар да. Сержанның туған күнін құттықтауға барған жоқпын ғой. Видеода мен көрдім, ол менің қасымда түсіп қалған екен да. Эдуарда ол менің ең жақын құрбым болғаннан кейін бардым да. Бірақ мен оның дос емеспін да. Екеуміз дос деген нотада қалған жоқпыз. Дос болып қалғымыз келсе де, ол нәрсе мүмкін болмады да. Енді құттықтап барып тұрсам, ол үлкен қателік болады менің тарамнан деп ойлаймын. Туған күн жақсы болды. Ыңғайсыз болған жоқ па? Маған бәрі үйлеседі деп ойлаймын енді ол жерде. Жалпы дұрыс жағынан да. Енді жаңа айтылып жатқан сөздердің бәрін мен де көрдім ғой. Енді кішкене болсын, енді менде де бәрімізде де махаббат болды ғой кезінде, болмады емес. Бір чувство көрінеді да екі адамның арасындағы. Вот екеуі жалғыз қалып кеткендей қарады да бір-біріне андай. Бізді көрмей қалды, короче. Жоғары деңгейдегі сыйластық сияқты деп ше. Запаста тұр ғой, былай айтқан кезде бұл сонда қоса саламыз деген бұл бір тактика деп ойлаймын. Иә, балауса, сезім ондай емес, бір андай жанашырлық сезім емес, бір қимастық емес, жай ғана осы адамда бір бәрі жақсы болса, бір сондай ғана болды деп ойлаймын. Я шынымен де сезім болған еді деген сияқты айтады деп ойламаймын. Болмада, мысалы, Марико бастады, кім барады, құттықтайық деп, енді жанаршылыққа деп келмейді. Ол факты қарайтын болсақ бұл жерде, Мариконікі дұрыс емес Балауса ханым, түсінің ғой. Ол басқа жігіт болмайды-ау деп қайтадан сол Нонимен бір сондай бір дүние болды. Айгүл, сіз Нұрсұлтанның жанында не істеп жүрсіз? Мен негізі оны алдында пландап қойғанбыз. Әділмен сөйлесті. Мен негізі жақсы араласпаймын Нонимен. Ол да бір жалмандап жетіп келді.
одан кейін хотя бы суретке түсіп қайтайық деген сияқты план болды. Бүйтіп айтатындай нәрсе жоқ. Мен бірақ өзім страницама, өзім тиктогыма деп оны әділ де біледі қасымда жүр. жоқ бәрібір соңында өшіретін болсаңыздар неге түсесіздер? Бірақ музыкасын мен потом көрдім да, музыкасын потом байқадым да, сосын өшіріп тастай сал дедім. Нонида бір қосылақтың қыздарын жағалап қоймады ғой деймін да. Бір жағынан бүйтіп Айгүлді қарасаң бүйтіп андай өлеңге мән берген жоқпын дейді да. Қалайша ол өлең қосылып тұр, тиктокқа түсіп тұр, ол жай ғана қасында бүйтіп миға қонымсыз әңгіме сияқты да, және оның туған күнін ұйымдастырып қарсы болғанмен іштей өзі әлі сол нәрсені қалайтын сияқты болып көрінді. Хотя бы тикток түсіріп жатыр ғой, бетімізді маңдайымыз сүйгізіп жатқан жоқ. Мен енді бір тиісетін нәрсе таппайсың ба? Жабылып қалған теманы ашпай ақ Жоқ, қалай тиісетін? Әнікі бір ай бұрын өтіп кеткен нәрсе ол. Қатып қалды да ол нәрсе просто. Сезім бар шығар деп ойлаймын да енді. Сезім бар шығар деп ойлайсыз? Жаңа бір жерге барып отырып тамақ жеген кезде Айгүл көрді дағы Нұрсұлтан өшіріп тастай қойшы. Тарап кеткен дүние болатын да, сосын барып Айгүлдің тарапынан көңіл түсіп қалған да болатын болды. Өзі жаңағы Мариямға айтады екен, қолқа салады екен да, барып осы жасай аласың ба деп. Қолға салмайтын еді деген сияқты. Мен адыл көрген нәрсемді айтып отырмын просто. Көзбен қарау болды ма? Болды. Мен ешкім бұл жерде жамандап жатқан жоқпын. Мен айтып жатқан жоқпын. Марикоға қолға салған мен. Бірақ одан кейінгі жағдайды айтып тұрмын мен. Келесі күні бір-біріңнің арттарыңды ашып отырасыңдар ғой. Ол адам көрген айтып ода тұрған ештеңе жоқ.